Аюдың ләззаты. Пәлен жерде аю ататын бір аңшы бар дегенді естіген Серік арнайы іздеп келіп аңшыға: «Ассалаумағалейкум көке. Дақпыртыңызды естіп арнайы сізге келдім. Аю атудың қыр-сырын үйреніп сізбен бірге аңға шығайын. Мені осыған машықтандырсаңыз» депті. «Көкем, сен бала мылтық атуды білесің бе өзі?» деп сұрапты. «Әрине, атқанда қандай? Әскерде жүргенде мерген атым шыққан, бәрекелді. Сабақты қалай оқып едің?» «Мектепте өте жақсы оқып, алтын белгіге бітіргенмін көке» депті Серік мақтанышпен. «Көкем, спортпен шұғылданғансың ба, әлде босбелбеу біреусің бе?» депті сынай қарап. «Өй, спорт менің өмірім ғой. Олимпиада жеңімпазымын. Бокспен, жүгірумен айналысып жүрмін әлі. Хош, қазір жатып тынығып ал. Ертең-ертемен аңға шығамыз». Онда ертесіне екеуі жаяу сайланып аю атуға шығыпты. Ауылдан біршама ұзап, межелі жерге жеткенде ұйықтап жатқан дәу аюдың үстінен түсіпті. Көкем жаймен жақындап жанына барып, мылтықтың дүмімен аюдың басынан бар күшімен бір періпті де Серікке қарап: «Сопиып неғып тұрсың? Кеттік, ауылға қарай қашайық» деп зытып қаша жөнеліпті. Аң-таң болып сасып қалған Серік мылтығын алыпты да, енді оянып, бұларға тап берген аюды қақ маңдайдан атып сұлатып түсіріпті. Көкеме келіп: «О, көке, ұйықтап жатқан жерінде ата салмай, басынан ұрып қаша жөнелгеніңіз не? Өліп қала жаздадық қой білә» деп ренжіпті. «Сөйтсе көкем, әй шигол, мылтықты жақсы атады екенсің. Бірақ мектепті алтын медалға бітіргеніңе күмәнім бар нақ. Спорт менің өмірім, чемпионмын деп жыртылып едің. Сүйреп апар енді ауылға дейін, епті байым айт» депті.